кішкентай балалардың бүлдіршіндердің жаман қылықтарын еркелік деп жабады да. Сол ерке сөздің негізгі мағынасы қандай? Ерке деген бала ол ойына келген істейтін бала емес пе? Әр нәрсенің мынау абайдың қара сөздерінде бар ғой, пұшпақ сүймек, мал жемақ, әр нәрсенің өлшемі бар, өлшемін асырсаң боғы шығады дейді. Осы жерде мына адамның бір ерекшелігі бар, әлсіздігі бар. Адам шектен тыс жақсы көрген кезде оның жамандығын жақсылық деп санайды. Осыған байланысты қазіргі қоғамда көп балалы аналардың, көп балалы отбасылардың қалалық жағдайда кішкене азаюына байланысты, бала шағаның аз болуына байланысты оларды шектен тыс еркелету деген нәрсе орын алып жатады. Әсіресе жаңағы біраз уақыттардан кейін дүниеге келген болса, біраз баланы жаңағы аңсап, содан кейін көрген баласы болса, болмаса біраз қыздардан кейін ұлды көрсе, немесе біраз ұлдардан кейін қызды көрсе деген сияқты, оны жаңағы бетінен қақпай өсіретін жағдайлар бар. Сол жағдайларда қазақта бұрын кенже деген болады. Кенже балалар кішкене еркелеу болып өсетін. Өйткені оның үстінде ағалары бар, әпкелері бар деген сияқты. Бірақ бұл жерде еркелік дегеннің өзінің бір реті бар, шарағаты бар. Болмаса қазақта ақылды ерке деген түсінік бар. Яғни еркелік ол сен ата-анаң бар кезде сен еркелеуің керексің. Ата-анаңа өзіңнің былайша айтқан кезде қылықтарыңды, жақсы қылықтарыңды, ол еркелік деген бұзақылық емес қой. Жақсы қылықтарыңды, өзіңнің бір ішіңнен шыққысы келіп тұрған бір ізгіліктеріңді, бір ата-анаңды бір құшақтап, ата-анаңы бір жаңағы былайша айтқан кезде ата-анаңның бар екенін өзің сезінуіңде бір еркелік қой. Бірақ бұзақылықты, боғауыздықты, қылмысты, бүлдірушілікті, оны еркелікті жаңағы шектен тыс өзінің үлесінен шығып кеткен, дозасынан шығып кеткен махаббат деп түсіну керек. Бұл өз кезегінде жақсылыққа алып бармайды. Сол үшін де біз еркелетуіміз керек балаларды, кішкентай балаларды. Одан кейін, ол 6 жастан кейін, 7 жастан кейін біз оларды тәрбиелеуіміз керек. Яғни, ол рухани жағынан да, ол кішкентай бала кезінде де біздің өмірде не істеп жүрміз, қандай әрекет жасап жатырмыз, отбасында қандай қарым-қатынасымыз бар, оның бәрін өзі білдіртпесе де бойына сіңіріп жүреді. Сондықтан ондай бір жақсы үлгі болып оларға көрсетуіміз керек. Ал ішінде жаңағы кішкентай кейбір мәселелер болатын болса, еркелік ретінде біз оны кешіріммен қарай білуіміз керек. Яғни әрбір еркелеген немесе әрбір жасаған дүниесіне жаза беру деген мәселе емес. Бірақ бұл қайсының дұрыс, қайсының бұрыс екенін ол үлкендердің іс-әрекеттерінен көру керек. Сондықтан да шектен тыс жіберіп алу, бұл оның ертең қоғамда да солай қалыптасуына, болмаса мен білгенімді қоғамда жасаймын деген сияқты әрекеттеріне, орынсыз әрекеттеріне себеп болуы мүмкін. Сол үшін біз балаларға тәрбие берген кезде айтамыз, сенің еркелігіңді мен көтере аламын, бірақ бөтен адам көтере алмауы мүмкін. Сондықтан да сен бұл іс-әрекеттеріне абай бол деген сияқты мен бағыт-бағдар беріп отыруымыз керек.